Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ, нәзік және өте дәмді болатын духовкадағы пирожки әзірлейміз. Бұл өте дәмді болады. Менімен бірге әзірлеңіздер. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін електен өткізілген ұнымызды алып, оның үстіне құрғақ заттарды, тұзымызды, қантымызды және дрожжимізді алып, үстінен осылай себеміз. Себіп араластырып жібереміз. Және жылы сүтті осылай ортасын ашып, сүтімізді құйып, міндетті түрде жылы болу керек. Және де сұйық майымызды құйып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Жұмсақ етіп. Міне қамырымыз дайын. Оның үстіне кішкене сұйық майды қосып жіберіп, осылай жағып, тағы да кішкене илеп жібересіздер, жұмсақ қылдырып. Сосын кейін осылай пищевой пленкамен бетін жауып, шамамен бір сағатқа сондайға көтерілгенше қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Мен ливермен жасап жатырмын. Және де картошкамен жасап жатырмын. Міне қамырымыз көтеріліп дайын болды. Оны тағы да бірлес басып жібереміз де. Оны осылай қолымызбен домалақтап күлшелеп шығарамыз. Домалақтап, менде 16 тал осылай күлше шықты, кішкентай. Міне осылай дайындап қойдық. Енді кішкене көтерілгенше тағы да тұру керек. Неге көтерілді, салмалымыз дайын. Енді осылай қолымызбен оқтаудың керегі жоқ. Қолымызбен осылай жайып жібереміз де. Салмамызды, яғни начинкамызды ортасына саламыз. Ортасына салдық. Осылай түзеп дайындай береміз. Оқтаудың керегі жоқ. Осылай міне салып аламыз да, бұны енді формамызға салып, оны тағы да жарты сағаттай көтерілгенше күтеміз. Міне мен көтерілген түрі. Бетіне жұмыртқамызды жағып, міндетті түрде барлық начинкасын салып алғаннан кейін осындай форманың үстінде тағы да көтерілу керек. Міне осылай пісіреміз. Дайын болды.